Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мынау халыққа жағымды ұсыныстар біздерге айтылып жатыр. Бақытжан Базарбековті вице-президентке сайласа қандай болады деген ұсыныстар айтылып жатыр. Әрине бұны ақсақалдар қоштап, сол Бақытжан фамилиясы Бақытжан Базарбеков сайланса екен деген бір қуанышта отыр. Смайыл аға, сіз не пікір айтасыз? Құрметті қазақ халқы, мына біз осы басшылыққа бір жақсы жас азаматтар келсе деген үмітпенен арманда отырмыз. Міне жақында Қызылордада болған құрылтайда президент мырза айтты, жаңағы президентке көмекші вице-президент сайланса деген. Сол сайлансын дегеннен бері қарай көптің арасында көп талқы сөздер жүріп жатыр. Кім болады екен дегендей. Сол көптің ішінен көбінесе пікірталаста мына Бақытжан Базарбек деген азаматты депутатты көпшіліктің аузынан түспей жүр. Себебі әрбір іс-әрекетінде Бақытжан Базарбековтің халықтың мүддесін, халықтың ойлап сөйлеп, мына неше бір жаңағы жымқырылған пәленбай миллиардтаған ақшалардың нақа тауып, атап айтып, жаңағы елге жария етіп отырған осы Бақытжан Базарбек секілді азаматтар. Мына депутаттардың ішінде де Бақытжанға қосылған біраз азаматтар бар, бірақ соның ішінде Бақытжан Базарбек ерекше өзінің халыққа деген қызметін адал атқарып жатқан азаматтың бірі. Сондықтан мен де осы көптің өтінішін, сұранысын қолдаймын. Вице-президенттікке Бақытжан Базарбек келсе, мына біздің қазақ халқына көп пайда әкелетін шығар деген мақсатта әрі үміттеміз. Сондықтан құрметті президент мырза, бұл сізге де жолданып отырған нәрсе. Көптің қалауы бойынша Бақытжан Базарбек сізге көмекші вице-президент болса деген ұсыныспенен осы видеоны салып отырмыз. Мырзахмет аға, сіз не пікірдесіз? Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мінекей президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қызылорда қаласында құрылтайды өткізген кездері президентке көмекші вице-президент тағайындау жөнінде халыққа ұсыныс тастады. Мынау қазіргі жағдайда біраз Қазақстандағы бұлақтардың бетін ашып, біраз ұрланған ақшалардың бұлақтарын ашып, көзге түсіп жүрген халықтың жағдайын ойлап, халыққа ұнамды жағымды азаматымыз Бақытжан Базарбековті вице-президенттікке тағайындаса екен деген үмітіміз бар. Құрметті президент мырза, Бақытжан Базарбеков жоғарғы білімді заңгер. Осы Бақытжан Базарбеков мырза, сіздің жәрдемшіңіз, көмекшіңіз вице-президент болса, елдің экономикасы көтеріледі, елге біраз тәртіптер орнатылады деген үмітпенен сізден өтінішіміз Бақытжан Базарбековті вице-президенттікке тағайындаса екен деп үміт етеміз. Құрметті халық, бұл ақсақалдардың сөздерін естіңіздер. Бақытжан Базарбековті сауатты және де заң жағынан заңгер екен, заң жағынан да өте қатты түсінігі мол, ілімді, сауатты жігіт, және де жас, мынау Қазақстандағы сондай бір тірліктердің бәрін, істің бәрін жақсылап дөңгелетіп алып кете алады деп осы ақсақалдарымыз ұсыныс тастап отыр. Енді мен өзімнің пікірімді айтып кетейін. Мен өзім пікірім, Бақытжан Базарбеков егердім сайланып қалса, мен қуаныштың үстінде қуанышты болар едім. Нұр үстінде нұр болар еді. Өзі жас маман, өзі жас мемлекетімізді мынау көрші мемлекет Қырғызстанға ұқсатып, гүлдендіріп жайнатып жатқан болса, онда біз Бақытжан Базарбековті ұсынысқа қойған болар едік. Бақытжан Базарбековтің вице-президент болғанын қалар едік деп, мен осы сауал жауапты біз аяқтағалы отырмыз. Біз енді кездесіп қалып,
мына асханаға кіріп кішкене бір шай пай ішіп өзіміз бір кішкене көңіл көтерейік деп кірген едік. Осы мәселелерді көтере кетейік, осы мәселелерді ұсыныс қылайық деп ақсақалдар жағы ортаға осы мәселені тастағаннан кейін осыны біз енді видео қылып таспаға түсіріп бүткіл ақпараттардан жариялауға әрекет қылып жатырмыз.